Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін сендермен өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін қорғау тақырыбымен танысатын боламыз. Ең бірінші біз өсімдіктер мен жануарларды сақтау мақсатында құрылатын қорық және қорықша терминдермен таныса кетейік. Қорық дегеніміз не? Тіршіліктің алуан түрлігін сақтау үшін күресетін басты жолдардың бірі болып табылады. Ал қорықша дегеніміз шаруашылыққа шектеулі түрде пайдаланылатын аумақтарды айтамыз. Жердегі тіршіліктің түрлік алуан түрлігін азаюына қарсы күресте қолданылатын соңғы қорғаныс желі ол бізде генетикалық криобанктар. Олардың құрылуы енді басталды. 20 ғасырдың басында техникада қайнау температурасы өте төмен сұйылтылған газдарды алуды үйренгеннен кейін көп ұзамай құрғатуға бейімделген көптеген өсімдіктердің тұқымы мен тіпті баяу жүргіштер сияқты кейбір жануарларды сұйық азотта 196 цельсий градус температурада қатырғанда тіршілік қабілетін жоғалтпайтыны анықталды. Биологияның жаңа саласы тірі жасушаларға, ұлпалар мен организмдерге төмен және өте төмен температуралардың әсерін зерттейтін криобиология пайда болды. Мұздату кезінде жасуша тіршілігінің тоқтауының басты себебі жасушалық құрылымдарды сұйықтарда өсетін мұз кристалдарының бұзылуы болатыны анықталды. Табиғи және жасанды криопротекторлар цитоплазмадағы мұз кристалдарының түзілуін болдырмайтын заттар табылды. Бұл 1949 жылдан бастап ең құнды тұқым бұқалардың тұқым сұйықтығын сақтап ұрықтандыруда қолданыла бастады. Криобанктердің артықшылығына келетін болсақ, яғни сұйық азот температурасында ДНК-да жылу шығуының әсерін мутация болмайды. Сондықтан генетикалық материал жүздеген жылдарға дейін сақталады. Радиоактивті фон мен ғарыш сәулелерінен қорғау кезінде 3000 жылға дейін сақталуы мүмкін. 1980 жылдан бастап сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық материалын сақтау үшін криоконсервация қолданыла бастады. Енді мына жердегі суреттерге қарасақ, Қазақстанда сирек кездесетін жануарлар және өсімдіктер бар. Енді осы туралы айта кететін болсақ, яғни бізде гепард, шөлді аймақтарда тіршілік ететін, қызыл қасқыр 80 жылдары оңтүстік Алтайда кездесетін туралы айтылған, бүгінгі күні кездесетін туралы хабар жоқ. Түркістан шағыл мысығы, суретте тұр, байқасаңыздар, қызыл кітапқа енген, сабаншы, яғни Аласа тауда, бұталы жерде тіршілік етеді. Қазіргі кезде олар нақты саны белгісіз. Сілеусін, толық жойылып кету қаупі бар. Қар барысы, яғни 200-ге жуық дарасы бар деп есептеледі. Және де өсімдіктердің ішінен көкнар, міне суретте тұр, білесіздер, макия, Алтайда, Шығыс Сібірде, Моңғолияда, Қазақстанның оңтүстік шығысында, Аляскада, Юконда кездеседі. Топырақты жерде тіршілік ететін өсімдіктер. Бес мүйізді қаттыбас деген өсімдік бар бізде. Тасты беткейлерде кездеседі, биіктігі 30 сантиметр болатын, жаздың ортасында гүлдеп, жемісінің ұзындығы 6 миллиметрге жететін жартылай жемісше түседі. Биберштейн жауқазыны, міне суретте тұр слайдта, бүкіл тіршілігінде гүлдеп, жеміс беретін поликарпты өсімдік, биіктігі 40 сантиметрге дейін жетеді. Және біздің көп жылдық аршанды жатқызамыз, ол мәңгі жасыл қылқан жапырақты өсімдік, биіктігі 10 метр болып табылады. Яғни осы өсімдіктер мен жануарлардың атауларын жаттап алуларыңызға болады. Дәптеріңізге жазып алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.